Бүгінгі сабақтың тақырыбы кез келген бұрыштың тригонометриялық функциясы. Біздер тригонометриялық функция ұғымымен 8-ші класста естеріңізде болса, тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрыштары мен қабырғалардың арасындағы қатынастар кезінде өткенбіз. Анықтамаларын да бергенбіз. Енді мына жердегі суретке назар аударсақ, шеңбер берілген, центрі координаталар басында жататын шеңбер. Бұл шеңбердің ОА радиусы бастапқы радиус деп аталады. Ол ешқайда жылжымайтын радиус, ал ОБ радиусы жылжымалы радиус. Яғни бұл радиус ОА нүктесінен бастап сағат тіліне қарсы бағытпенен жылжитын болса, оң бағыт деп қарастырамыз. Ал егер ОБ жылжымалы радиусы А нүктесінен сағат тілінің бағытымен айналатын болса, онда оны біз теріс бағыт деп қарастырамыз. Яғни альфа, яғни бұрыш теріс шамамен өрнектеледі. Енді бұл жерде ОБ жылжымалы радиустың ұшы біз білетін 4 ширектің қайсысында жатса, яғни шеңбердің бойында, мысалы, бірінші ширекте жатса, жылжымалы радиустың ұшы, онда альфа бұрышы бірінші ширектің бұрышы деп аталады. Ал егер ОБ жылжымалы радиустың Б ұшы екінші ширекте жатса, онда біздің альфа бұрышымыз екінші ширектің бұрышы болады. Сол сияқты Б, мысалы, мына Б екінші ширекте жататын болса, альфа бұрышы мінекей екінші ширектің бұрышы болады. Сол сияқты егер Б ұшы ОБ радиустың Б ұшы үшінші ширекте жатса, онда альфа бұрышы үшінші ширек бұрышы деп аталады да, Б-ның ұшы төртінші ширекте жатса, альфа төртінші ширектің бұрышы деп аталады. Ал енді бізде Б ұшы жаңағы координата осьтерінің өзінде жататын жағдайда, онда ол ешбір ширекте жатпайды. Мысалы, ОА радиустың өзіменен беттесетін болса, онда ол 0 градус. Мына жерде пи бөлінген 2. Мында жатса пи 3 пи бөлінген 2 немесе 2 пи. Олар ешқандай ширекте жатпайды. Енді біз осы бойынша альфа бұрышының синусы, косинусы, тангенсі деген ұғымдарға анықтама беріп өтейік. Егер Б нүктесінің координатасын x, y дейтін болсақ, онда Б нүктесінен О нүктесіне қарай түсірілетін перпендикулярдың табаны мына аралық бізде x-ке тең болады деп қарастырамыз. Ал енді мына бір бөлігі y айнымалыға тең. Ал ОБ ол біздің жылжымалы радиусымыз. 8-ші класста білетін анықтамаларың бойынша тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының синусы дегеніміз осы бұрышқа қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасын айтамыз дегенбіз. Яғни, қазіргі жағдайда біз анықтаманы былай береміз. Альфа бұрышының синусы деп Б нүктесінің ординатасының радиусқа қатынасын айтамыз. Яғни, былай деп жазамыз. Альфа бұрышының синусы деп Б нүктесінің ординатасының радиусқа қатынасын айтамыз дейміз. Ал енді 8-ші класста біз косинустың анықтамасын былай бергенбіз. Тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының косинусы дегеніміз сол бұрышқа іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы дегенбіз. Енді қазіргі жағдайда альфа бұрышының косинусы дегеніміз Б нүктесінің абсцисасының радиусқа қатынасы деп береміз. Абсцисасының радиусқа қатынасы. Сол сияқты тангенске және котангенске анықтама берейік. Альфа бұрышының тангенсі дегеніміз 8-ші класстағы анықтамада былай еді. Тік бұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының тангенсі дегеніміз қарсы жатқан катеттің, сол бұрышқа қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы дегенбіз. Ал қазіргі жағдайда осы шеңбер бойынша альфа бұрышының тангенсі дегеніміз Б нүктесінің ординатасының абсцисаға қатынасы дейміз. Б нүктесінің ординатасының абсцисаға қатынасы деп айтамыз. Ал котангенсі, альфа бұрышының котангенсі, тік бұрышты үшбұрыштың, бізде мына жерде тік бұрышты үшбұрыш, сүйір бұрышының котангенсі дегеніміз іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы дегенбіз. Ал енді осы жағдайда альфа бұрышының котангенсі дегеніміз Б нүктесінің абсцисасының ординатаға қатынасын айтамыз. Яғни x-тің y-ге қатынасын айтамыз.
міне осы жазу бойынша біз альфа бұрышының синусы, альфа бұрышының косинусы, альфа бұрышының тангенсі және альфа бұрышының котангенстері туралы ұғыммен таныстық. Енді осы анықтама бойынша біз синустың, косинустың, тангенстің және котангенстің әр ширектердегі таңбасын анықтаймыз. Мысалы, синустың таңбасын анықтау біздегі b нүктесінің ординатасының таңбасына байланысты. b нүктесінің ординатасы өзі жатқан ширекте қандай таңба алса, онда синустың таңбасы сондай болады. Себебі радиус бізде оң сан, ал y-тің мәні өзі жатқан ширекке байланысты не плюс, не минус болуы мүмкін. Сонымен бізде қараймыз, синус альфаның таңбасын анықтау үшін бізге y-тің таңбасы бойынша анықталады екен. Y-тің таңбасы ширектерде қандай болады? Біз білеміз, OX өсінің жоғарғы жағындағы жарты шеңбердің таңбасы екеуінде де плюс. Яғни бірінші ширекте де, екінші ширекте де плюс болады. Оң таңба міне 0-ден жоғары қарай плюс таңба. Ендеше синустың таңбасы альфа бұрышы бірінші және екінші ширекте жатқанда оң болады. Яғни альфа бұрышы бірінші және екінші ширекте жатқанда синус альфа оң таңбалы болады екен. Ал енді синус альфаның таңбасының теріс болуы. Қай кезде теріс болады? Тең y бөлінген r деп қойайық. Бұл жерде енді бұл жаңағы жоғарғы жақ бөлігінде болды OX өсінің. Енді жарты шеңбер төменгі жақ бөлігінде жататын болса, үшінші және төртінші ширекте y-тің таңбасы теріс, минус таңбалы. Олай болса, y-тің таңбасы минус болса, синустың таңбасы да минус болады. Онда осыдан біз мынандай қорытынды айтамыз. Егер альфа бұрышы үшінші, төртінші ширектердің бұрышы болса, онда синус альфаның таңбасы теріс болады екен. Міне осыған қарап біз синустың таңбасын анықтап шықтық. Дәл осылай косинустың таңбасын анықтауға болады. Косинус альфа дегеніміз абсциссаның радиусқа қатынасы. Абсциссаның радиусқа қатынасы. Олай болса, абсциссаның ширектегі таңбасына байланысты біз косинустың таңбасын анықтаймыз. Абсцисса қай ширекте таңба плюс, қай ширекте минус болатынын анықтап алайық. Біз білетін y осінің оң жағында x-тің таңбалары оң болады. 0-ден оң жақ бағытта. Ал y осінің сол жақ жарты шеңберінде x-тің таңбалары теріс болады. Яғни бұдан қандай айтамыз? Егер альфа бұрышы бірінші, төртінші ширектің бұрыштары болса, онда косинус оң таңба болады екен. Яғни альфа бірінші, төртінші ширектің бұрышы болса, онда косинус альфаның таңбасы оң болады екен. Ал егер альфа ар жағында, яғни екінші ширекте, міне екінші жарты шеңберде, екінші және үшінші ширектерде жататын болса, онда теріс таңба қабылдайды екен. Екінші, үшінші ширекте жазылса, косинус альфа теріс болады екен. Тангенс альфаның таңбасын анықтайық. Тангенс альфаның таңбасы ол y-тің және x-тің таңбаларына байланысты анықталады. Біз білеміз, бөлшек болған кезде, егер бөлшектің алымында да бөлімінде де бірдей таңбалы сан болса, онда оның мәні оң сан болады. Ал егер бөлшектің не алымында, не бөлімінде тұрған таңбалардың біреуі плюс, біреуі минус, яғни әртүрлі таңбалы сандар болса, онда нәтижесінде теріс сан шығады. Ал y пен x-тің бірдей таңба қабылдайтын ширегі ол бірінші және үшінші ширек. Бірінші ширекте x-тің таңбасы да оң, y-тің таңбасы да оң. Үшінші ширекте x-тің таңбасы да теріс, y-тің де таңбасы теріс. Яғни бірінші, үшінші ширекте, яғни бұл жерде y-тің x-ке қатынасы болғандықтан, альфа бірінші, үшінші ширекте жатса, тангенс альфаның таңбасы оң болады екен. Ал егер альфа, енді қарайық, екінші ширектің бұрышы болса, y-тің таңбасы плюс, x-тің таңбасы минус, әртүрлі таңба. Төртінші ширекте болса, x-тің таңбасы плюс, y-тің таңбасы минус, әртүрлі таңба. Әртүрлі таңба болған кезде теріс сан болады. Сонда екінші және төртінші ширекте болғанда тангенс альфаның мәні теріс болады. Енді котангенсте таңбасы x пен y-тің таңбасымен анықталады. Яғни тангенстің таңбасы қай ширекте қандай болса, котангенстің де таңбасы сол ширекте тура сондай мәндерді қабылдайды.